Сәлем, құрметтім. Келесі сабаққа қош келдіңіз. Бұл сабақта шектеулер туралы айтамыз. Миымыздағы шектеулер установка убеждений деп айтады, яғни біздің наным сенімдер. Сіз өміріңізде бір рет болса да, миымда шектеу көп, бірдеңе жасайын десем, миымда шектеулер деп блоктарым бар деп әйтеуір бір айтып көрдіңіз, иә? Немесе түйсіндіңіз. Мойындау, бұл мойындаудың өзі жарты жетістік. Сіз қазір өміріңізде қай жерде тоқтап тұрсыз, қай салада тоқтап тұрсыз? Қарым-қатынас па, финанс па, денсаулық па, қай жерде сізде жүрмей тұр, былайша айтқанда, алға жылжу, ілгерілеу жоқ. Сол сұраққа жауап беріңіз. Өміріңізде қайталана беретін, сізге ұнамайтын сценарий бар болса, мысалы, баянсыз махаббат, қарыз, кредит ала беру, көлігімді соғып ала беру деген сияқты бір сондай жағдайлар, ситуациялар қайталана беретін болса, мұның түбінде сіздің шектеу, сеніміңіз, шектеу, ойыңыз жатыр. Рефлексияға терең сұрақтар қойып үйренуіміз керек. Бұл тақырыпқа, шектеулерді анықтауға қатысты терең сұрақтар осы сабақтың астындағы практикалық бөлімде, яғни тапсырмада жазылады, соған жазба түрінде жауап берулеріңіз керек. Мысалы емес, кәдімгідей нақты сұрақ. Егер мен осы қалағаныма жетсем, не болуы мүмкін? Мысалы, мен айына 2 миллион теңге тапқым келеді, бірақ таба алмай жатырмын, 200 мыңды әрең тауып жүрмін, 2 миллион теңге бірақ тапқым келеді. Осы табысқа, осы 2 миллион деген табысқа ай сайын жету үшін мен не істей аламын? Деп сұрақ қоясыз, соған ответтерін жазасыз. Мысалы, мен жалғыз қалуым мүмкін, мені алдап кетуім мүмкін, бәлеге ұшырауым мүмкін, немесе бұзық болып кетуім мүмкін, жеңіл жүрісті болып кетуім мүмкін, қыздарға барып қоюым мүмкін деген сияқты сондай жауаптарды бірден ақылға салмай бірден жазып шығу керек. Ең бірінші жауап келсе, сол дұрыс, өйткені ол бейсанадан келген жауап деп айтады. Енді осы менің өзім туралы және менің осы жағдайларға байланысты өзім туралы ойларым мені қалай ұстап тұр. Яғни сіз көлігіңізді бұзып ала бересіз, немесе соғып ала бересіз, бұның артында да сіздің шектеу ойыңыз тұр ғой. Осы ойым, мен туралы ойым мені қалай ұстап тұр. Яғни мен көлігімді ұрып ала беремін, өйткені мен білімсізбін, өйткені мен алаңғасармын, өйткені менің дұрыс жүргізу білмеймін, өйткені мен сондаймын, өйткені мен мұндаймын деген сияқты жауаптар сіздің ішіңізден шығады. Сол жауаптар, сол ойлар, шектеу сіздің өміріңізге кедергі келтіріп тұрған шектеу ойлар. Шектеу ойларды табудың екінші жолы ол тән арқылы. Біздің тәніміздің есі бар деп айттым. Біздің тәніміз бізді алдамайды. Мысалы, сіз көлік алуды, айдауды қатты қалайсыз, бірақ ол сізде болмай жатыр. Неге? Өйткені сізде шектеу бар. Енді осы қалауыңызды дауыстап айтыңыз. Мен көлік алғым келеді. Мен көлік жүргізгім келеді. Осы кезде сіздің тәніңізге мән беріңіз, тәніңізді тыңдаңыз. Тыныс алуыңызда бір өзгеріс болуы мүмкін, жүрегіңіз қатты қағып кетуі мүмкін, немесе әйтеуір қандайда басыңыз ауырып кетуі мүмкін, қандай да бір тәніңізде бір өзгеріс болса, демек бұл тәніңізде блок бар деген сөз. Яғни сіздің сол мақсатыңызға жеткізуге сізге ұстап тұрған осы шектеу болуы мүмкін. Енді қараңыз, шектеу ойлар, шектеу наным сенімдер бұл жаза емес, бұл светофор, бағдаршам. Бізге оларды тану керек, және де соны коррекциялап, дұрыстап жіберу керек та. Ғылым уже бар нәрсені айтады. Ғылымның мақсаты уже бар нәрсені, Құдай уже жаратып қойған нәрсені адамның санасына дәлелмен жеткізу үшін, сен осыны түсінші деп айту үшін ғылым сондай тұжырымдар шығарады. Адам хикметтік санада өмір сүруге талпынады. Алайда оның ішінде түпкі санасында ескі сценарийлер бар. Хикметтік сана деген осознанность, осознанный өмір сүруге, осознанный шешім қабылдауға, дұрыс шешімдер қабылдауға тырысады. Бірақ оның миында ескі сценарийлер, шектеу ойлар толып тұрған кезде ол осознанностьқа жете алмайды. Мысалы, сіздің анаңыз, сіз бала болған кезде, сіз оқушы болған кезде, студент болған кезде әкеңізге көп ренжіді. Үйде түрлі ұрыс-керіс айқайлар болды. Сол кезде сіз анаңыз өте көп айтты, осы еркектер оңбағандар, еркектерге бәрібір, сенің әкең сондай, сенің әкең мұндай деген сияқты сөздерді көп айтқан болуы мүмкін. Сіздің миыңызда бұл нейронды байланыс болып қалған. Яғни шектеу ой, шектеу наным сенім болып қалады. Демек, мен
нормальный жігітке жолыға алмаймын, өйткені еркектердің бәрі оңбаған. Демек мен күйеуге шықсам мен бақытсыз боламын, өйткені менің анам бақытсыз болған. Демек үйде айқай ұрыс керіс болуы норма деген сияқты сенімдер ойда қалыптасып қалады. Сенімнің күші өте үлкен. Осы курс барысында сенімнің күші туралы бірнеше рет қайталап айтатын боламын. Егер сіз дұрыс азаматтармен, өзіңіз противоположный пол дейді ғой, егер сіз қыз болсаңыз, ер адамдармен, жігіт болсаңыз, әйелдер қауымымен дұрыс қарым-қатынас орната алмасаңыз, демек сіздің бойыңызға сіңген сондай қайталанатын шектеу сценарийлер бар деген сөз. Енді қараңыз, мына ғаламда разум жоқ, ғаламның есі жоқ. Ол нейтрал, ол жақсы жаман деп бөлмейді. Сенің таңдауыңа, кез келген таңдауыңа уважениемен қарайды. Ол сенің шектеу ойларыңды шектеп тұр, оның арманына жеткізбей жатыр деп қарамайды. Ол демек бұның таңдауы осы екен деп уважениемен қарап, сол таңдауды беруге тырысады. Мына қалауың күшті екен, мына қалауың онша емес екен деп анализ жасамайды. Вселенная бәрін береді, бірақ та сен өзіңді соған лайық көресің ба, жоқ па, соған қарайды. Мысалы, сен зикр деген көлікті армандайсың, қалайсың, бірақ маған әлі ерте, менде қарыздарым көп, оған қайдан жетем деген сияқты ойлар болатын болса, демек сіз ол қалауыңызға өзіңізді лайықсыз санайсыз. Енді сіздің мақсат қоғам, мектеп, телесериал, мама, папа, көршілер таңып берген сценарий сенімдердің рамкасынан шығу. Бұл 3D матрицадан кетудің бір түрі, шектеу сана деп айттым ғой, 3D матрицада, ескі матрицада қалып қою. Осы матрицадан шығудың тағы бір жолы осы мидағы шектеу сенімдерді рамкасынан, шектеу сценарийлерінің рамкасынан шығу. Әсіресе бізде ақшаға қатысты осындай шектеу сценарийлер миымызда өте көп. Бізді Құдай тән қылып жаратып, сосын оған жан берген жоқ. Біздің жанымыз жаратылды да, содан кейін оған тән берілді. Бірдеңеге қол жеткізу үшін біздің жанымызға, рухымызға көп нәрсенің керегі жоқ. Біздің тәніміз бен эгомыз ғана көп нәрсені қажет етеді. Мысалы, сен тәтті құмарсың ба, тәтті жегің келе бере ме, бұл сенің тәніңнің қалауы. Сен басқалардан бай болғың келеді, ол сенің эгоңның қалауы. Сен тән мен эгоңнан жоғары болуың керек. Сенің рухың, рухани күшті болу керек та. Яғни шектеу ойлар, шектеу сенімдерден резко квантовый скачок жасау үшін, олардан резко шығып кету үшін сен рухани байған адамға айналуың керек. Бұл жерде хикметтік сана, бұл жерде осознанность, яғни рухани бай адамға айналудың жолы айтылып жатыр. Яғни сіздің рух, сіздің ішіңіздегі нұр сізден көп нәрсені сұрамайды негізі. Негізі мына өмірде адамдардың өздері құрастырып алған қажетсіз стандарттар көп. Мысалы, той жасау керек, кредитке болсын той жасау керек, сүндет той, міндет той, балам туылды, оны сүндетке отырғызған кезде обязательно той жасау керек деген қоғам танып берген стандарттар. Егер сенің қаражатың жеткіліксіз болса, бұл стандарттан бас тартуға болады. Ешкім ештеңке демейді, ештеңке өзгермейді. Қажетсіз стандарттар біздің өмірімізді қиындатады, біздің миымыздағы шектеулерді одан сайын ұлғайтады. Құдай бізбен біздің сеніміміз, ниетіміз, импульстарымыз, эмоцияларымыз арқылы сөйлеседі. Бұл жаңа кванттық поледен жауап алу дегенге ұқсайды. Біздің шектеулерді күшейтетін бір нәрсе бар, ол біз осы сәтте болмау. Яғни біздің шектеулеріміздің қайталана беруіне біз жағдай жасап тұрмыз да, ол осы сәтте болмау. Біздің эмоциялар дәл қазіргі сәтте шығып жатыр. Біздің жүрек баяғыда шығып кеткен эмоцияны постоянно қайталап отырмайды ғой. Дәл қазіргі сәтте эмоция болады, әртүрлі эмоция болады. Дәл қазір сен не қалайтыныңды білесің. Дәл қазіргі сәтте болсаң, сенің санаң тап-таза мөлдір бола алады. Сенің санаң қай кезде таза санаға айнала алмайды, егер сен ескі воспоминание, ескі естеліктерді қайта-қайта ойыңа әкеле берсең. Яғни бос, тыныш ой кеңістігі керек бізге. Ойымыз тыныш болу керек. Мен осы уақытқа дейін тыныштықта көп отырыш, көп медитация жасаш, көп жүріш деп айтып жатырмын. Ол не үшін? Осы миымызда таза, тыныш ой кеңістігін жасау үшін. Біз қазір сол бос ой кеңістігін жасамауға көп жағдай жасап жатырмыз. Ол стористарды қарай беру, телефонға көп үңілу, өмірде осылар слишком көп болып жатыр да. Барлық адамның өмірінде ол өте көп. Менің де өмірімде бұл өте көп. Осы сәтте отырып кітап оқи алмайды адамдар қазір. Тіпті киноның басынан аяғына дейін көре алмайды. Просто осы сәтте сезінейінші деп
құрбысқа отыра алмайды да, тревожиться етіп алаң-құлаң кете береміз. Мен не қалайтынымды анық білмеймін. Көп адамның проблемасы осы. Четкий мақсаттары жоқ, не қалайтынын білмейді. Бір күні мынаны хочет, екінші күні ананы. Өйткені мида бос кеңістік жоқ. Барлық кеңістік уже бос емес, заполнен. Біреу көйлек алса, сол көйлекті мен алуым керек. Біреу бірдеңені советовать етсе жатса, соны мен алуым керек. Менің қалауым бір блогер жеп отырған клубника в шоколаде деп ойлайды да, соның жолына түсіп кете береді, соған ғана әрекет жасайды. Ал сенің ішіңде басқа, сен сезбей жүрген, Құдай берген саған потенциал, қабілетті ашатын өте күшті ойлар жатуы мүмкін. Сен оны естімейсің да, өйткені алаң-құлаң ете бересің. Сондықтан да сен импульсивный жаңағы жұрт не істеп жатыр, соны істеуің керек деген қалаудан да сен биіксің. Ол үшін, ол қалауларыңды, терең қалауларыңды білу үшін просто будь в моменте. Дәл қазіргі сәтте болшы. Дәл қазіргі сәтте сен сабақ тыңдап отырсың. Прям әр сөзін мыңғабалап дейді ғой Абай. Сол мыңғабалап әр сөзін оқыш. Жоқ, бұл сөз қайдан тауып айтты екен? Егер де осындай ішіңізде сынау, мінеу, қабылдамау, восприятие дейді ғой. Сондай үкім шығарып ішіңізден, бұл сабақты қайдан алып айтып отыр екен, ой осылар оттай береді деген сияқты оймен айтсаңыз, сіздің бұл сабақ сізге әсер етпейді. Барлық ақша төлеп алған заттардан максимум польза алу үшін сіз осы ой кеңістігінде отыруыңыз керек. Яғни сабақ алып отырсаңыз, шәкірт күйінде, біреуден қызмет алып отырсаңыз, қызмет алушы күйінде деген сияқты. Біреуден ем алып жатсаңыз, емделуші күйінде сеніммен. Сенімнің күші өте күшті. Енді бір іс бастағыңыз келіп, ниет етіп бастайсыз ба, өзіңізді мүлдем шектемеңіз. Кім айтты саған бұл мүмкін емес, сен істей алмайсың, сенің қолыңнан келмейді деп кім айтты? Сіздің ескі сценарийіңіз айтты, сіздің эгоңыз айтты, басқа ешкім айтқан жоқ. Ұстаз ба, имам ба, әке-шешең ба, олар қайдан білген? Олар да бір жерден білді ғой оның дұрыс еместігін. Олар мүмкін кітаптан оқыды, бір олар да бір ұстаздан тыңдады. Ал ол кітапты жазған кім? Ол оқуды шығарған кім? Ол да сондай адам да. Сондықтан да сізде критическое мышление дейді ғой. Сізде сондай критическое мышление болған дұрыс әрине. Бірақ та сұрақ қойыңыз, дұрыс сұрақтар қоя біліңіз. Егер сізді шектеп тұрған ойлар болса, мысалы сіздің қолыңнан ештеңе келмей жатыр деген ой болса, оны маған кім айтты? Оны маған бір ұстазым айтты. Ол ұстаз қайдан білді? Ол да біреуден білді. Ол кімнен білді? Оған да біреу айтты, кинодан көрді, немесе мысал ретінде айтып жатырмын да. Ал ол сол ұстаз менің арманымдағыдай, менің қалауымдағыдай өмір сүрген ба? Шынымен оның өмірі маған ғибрат па? Маған үлгі ма? Мен сондай болғым келе ма деген сұрақты қою керек. Ал критическое мышлениеда жаңағы мен сізге максимум польза бергім келеді, я? Мен сізге сен жамансың деп айтып жатқан жоқпын. Сен қолынан келмейді деп айтып жатқан жоқпын. Наоборот, сенде бәрі күшті болады деп айтып жатырмын. Сен оны қайдан білетін едің? Сен өзіңе қарап алшы, сен өзіңді дұрыстап алшы деген сияқты сізде ішіңізде критика пайда болды ма? Онда ол сіздің эгоңыздан. Бұл жерде не істейміз? Бұл эгоның аузын жаптыру керек. Тотальное доверие. Толық сенім болу керек. Сіз өткені білім алып жатсыз, және мен сізге дұрыс жолды көрсетуге тырысып жатырмын. Ең маңыздысы, сен не істесең де, белгілі бір күшті ниетпен бастайды ғой адам кез келген нәрсені. Сол ниетке сену керек. Іс бастап жатсың ба, сол істің жүріп кететініне сенесің ба, сол маңызды. Сол сенім сені алып шығады. Басқа адамдардың сенгені керек емес, тек сенің сенгенің болды, сол маңызды. Мысалы, маған сенбейтін адамдардың біріншісі менің мамам, екіншісі енем. Бриллиант сатып бастасам, сені өлтіріп кетпесін, алдап кетпесін, курс өткізейін деп жатсам, мама айтады да, қазір курс өткізетіндер көп, сені кімге керек, сен әлі жассың, кішкене хотя бы 50-ге келсейші, біреуге бірдеңе үйрету үшін деген сияқты әңгімелер айтады. Ол оның сценарийі. Мен оған сенем ба, сенбеймін ба, өзім білем. Енді әрине иерархия жүйесімен алатын болсақ, мен одан әрқашан кішімін, я? Мен оның советіне құлақ асуым керек. Я, мен оның советіне құлақ асам, бірақ мен өзіме сенім, бірінші очередь. Осы менің өзіме сенім, Құдайға сенім барлық нәрсені шешеді. Мысалы, мен киім дүкенін ашсам, қазір бәрі киім сатып алады,
қазір бәрі киім сатады, Түркиядан барып алып келеді, Қытайдың өзі доступный болып кетті, Қытайдан барып алып келеді деген сияқты маған әңгімелер айтылады. Бірақ олардың сценарийі, олардың сенімі. Менің сенімім қандай? Ең маңыздысы сол. Мен істеймін, окей, мама, мен түсіндім. Бірақ өзіме сұрақ қоямын. Бұл киімді сатайын деп жатқанда, бұл курсты өткізейін деп жатқанда, менің ниетім не? Мен мұны қатты қалап тұрмын ба? Мен өзімнің жүрегімді тыңдаймын, өйткені жүректе Құдайдың үні бар. Әлде маманы тыңдаймын ба? Мама қалай өмір сүрді? Мама мектепте психолог болды. Ол бизнес ашқан жоқ, ол курс өткізген жоқ, ол инстаграмға шығып сөйлеген жоқ. Мама үйде тыныш отыруды қалады. Жылына бір рет Боровойға, Алматының бір санаторийына барып демалуды қалады. Ал менің қалауым ше? Менің қалауым проявляция ету. Ол қалау менің мамамда болған жоқ қой. Демек, мамам өзінің шектеулі ойларымен маған кеңес айтады. Мен өзімнің ішкі түйсігімді тыңдаймын. Мен проявляция етуді қалаймын. Мен ел жер көргім келеді, Швейцарияға барғым келеді. Мен Алматының санаторийында емес, мен бүкіл жер жүзінің санаторийында болғым келеді. Тек мектептегі балаларға емес, мен неғұрлым көп адамдарға пайдалы болғым келеді. Осы менің қалауым, ішкі қалауым. Енді менің өзімнің ниетімді қайта жаңартам да, окей, мама, мен сіз түсіндім. Рахмет деймін да іштей. Немесе дауыстап айтуға болады. Мен өзімнің ниетіме қараймын. Сол ниетімді қайта жаңартам да, мен өзімнің түйсігіммен, Құдайға тотальное довериемен курсымды өткізіп бастаймын, жазам, түсірем, Ереванға билет алам, алтын бриллиант сатам, киім сатам деген сияқты өзімнің ішкі қалауымды орындаймын. Жапон автокөлік заводында мәселенің оң шешімін табу үшін оны қайта-қайта зерттемейді, деректер жинап әуре болмайды. Олар нәтижеге қол жеткеніне просто сенеді екен. Сенімнің күші. Мен осы әңгіменің басын бір іс бастадың ба, соған сенің ниетің, сенімің деп бастадым ғой, және стратегиялық жоспар маңызды. Сол сен бір іс бастаған кезде сенің сенімің рөл атқарады. Ал қайта-қайта зерттеу, деректер жинап әуре болу просто уақытты жоғалту ол. Егер нәтижеге қол жеткізе алмасаңыз, демек процесс басталған кезде сіздің қабылдаған шешіміңіз дұрыс болмады. Сол шешімге сіз сендіңіз деген сөз. Мысалы, іс бастарда сіз шешім қабылдаңыз. Мені осы ісім күшті нәтижеге, мен ойлағандай нәтижеге жеткізеді. Сол сенімнің күші сол нәтижеге сізді жеткізеді. Барлық нәрсе шешімнен басталады. Біз қалаған кез келген нәтиже біздің о бастағы шешімнен басталады. Егер мен бір нәрсе бастап жатып, мені мамам айтқан, енем айтқан, тағы күйеуім айтқан, көрші айтқан, ой, сенде не получится, ой, қазір көп қой деген сияқты сценарийлерге мен кіріп кететін болсам, онда ол мен соған жетем. Сол айтқан сценарий, сол шектеуге мен міндетті түрде жетем. Сондықтан да индивидуальность, тұлғалық даму деген осы жерде ол сенің сенімдерің, ішкі сенімдеріңнің күші. Ол сен қандай нәтижеге жетем деп сенесің, сол нәтиже болады. Енді қараңызшы, шектеуді анықтаудағы ең басты формула, өзіңе сұрақ қоясың. Қандай кедергі болып жатса да, кім не айтып жатса да, мен осыны шынымен қалаймын ба? Мен жалпы не қалаймын? Шынымен осыны қалаймын ба? Деп ойлану керек. Адам өмірге келген кезде, Төребек ұстаз айтады, Құдай оған сұрақ қойған. Сенде мен бармын ғой деп сұрақ қойған. То есть сенде мен бармын деп утверждать етпеген. Сенде мен бармын ғой, демек ойланшы, сенші маған деп тұр. Демек, сен маңызды шешім қабылдайтын кезде барлық нәрсені сұрақ қоюдан баста өзіңе. Адам сұрақ қойған кезде оның санасы дамиды. Адам сұрақ қойған кезде, ойланған кезде оның миы жаңа нейронды байланыстар түзеді. Сондықтан мен шынымен қалаймын ба осыны? Анау да маған болмайды деп айтып жатыр, мынау да болмайды деп жатыр. Шынымен қаласам мен осыны істеймін. Сондықтан дұрыстап ойлану керек. Адамдардың көпшілігі осы ескі сценарийлерде неосознанно өмір сүріп жатыр. Неосознанно өмір сүру неден болады? Ол ойланбағаннан, өзіне сұрақ қоймағаннан болады. Осознанность деген не қалайтынды анық білу. Егер сен не қалайтынды анық білсең, және оған сенсең, оның сондай күшті нәтиже беретініне, мысалы, осы курста сен четкий нәтижеге жетем деп шешіммен осы курсты сатып алып оқып жатыр, практика істесең, сен сол нәтижеге жетесің. Осознанность деген осы. Ал осыны қалайтын сияқтымын, білмеймін емес, мен четко білем, мен бай болғым келеді. Мен Швейцарияға барғым келеді.
мен оған жететініме сенем деген сияқты четкий шешім, четкий сенім керек. Мен Швейцарияда бір қызбен таныстым, 4 кішкентай баласы бар, ажырасқан екен да. И бір-бірімізден сұрап жатырмыз, ретритке сен қандай запроспен келдің деп. И ол айтады да, менде бір ғана запрос, бай болғым келеді дейді. И все, басқа ештеңе керек емес маған. И ретриттен кейін жалғыз өзім Швейцарияның астанасы Женева қаласына барам дейді. Жалғыз өзім дейді. Өйткені ол жақ Женева әлемдегі олигархтардың қаласы, бүкіл әлемнің байларының ақшалары сол Женевадағы банктерде сақталған. Мен ол жаққа барып сол атмосфераны сезінуім керек дейді да. Ол қыз не қалаған четко біліп тұр да. Вижу цель, не вижу препятствий деп тұр ғой. И ештеңеге қарамастан қорықпай әрекет етіп жатыр. Бір өзі ретритке келді Базель қаласынан шығып Женева қаласына барып, просто байлардың атмосферасын сезінуге жолдама алып, билет алып, сол әрекетті жасап тұр да. Өйткені ол өзінің қалауына бірінші очередь, өзінің шешіміне екінші очередь сеніп тұр. Оған да осы жолға шығарды айтқан болуы мүмкін да, оның мамасы, оның басқа да туыстары, бармай-ақ қой, қайтесің, сен қиялсың, сен біртүрлісің деп айтқан болуы мүмкін. Бірақ ол ешқандай ескі сценарийлерге мойынсұнбай, ол өзінің қалауын четко білді да, соған қарай қадам жасады. Енді нәтижесін көріп жатқан шығар, білмеймін, Инстаграм қарау керек ол қыздың. Енді шектеулерден босау үшін сол нәрсені қатты қалап, ниет етіп жатқан кезде уже сену, это уже вам дано екеніне сену керек. Маған қайдан, менің ондай шамам жоқ десеңіз бітті. Қарыздан құтылу деген ниет болса, значит 2 айдың ішінде құтылам. Пространство этого хочет деген сенім сіздің шектеуіңіздің быт-шытын шығарады. Қарыздан құтылу бұл арман емес, бұл шешім. Қарыздан құтылу бұл кредиттердің бәрін жабу, бұл мақсат болмау керек, бұл шешім болу керек. Четко мен соған жетем деген сіздің шешіміңіз болған кезде сіздің алдыңызда мүмкіндіктер өзі келе бастайды. Шешім бар жерде энергия бар. Сіз бір четкий шешім қабылдасаңыз, ол жерге энергия келеді. Көп адамдар өзінің тәнінің рамкасынан шыға алмай жүр. Жалқауланып тұрмын, желанием жоқ, ұйқым кеп тұр, энергиям жоқ дегеннің бәрі сенің қалауыңа деген сенімнің жоқтығын білдіреді. Сен әлі эгоңның тек қана тәніңнің қалауларына шыға алмай жүрсің. Болмай қалады деген күмән болса, болмайды. Егер 100% получится деп сенсең, получится. Енді бұған қандай практика жасаймыз, қандай формула қолданамыз? Коучингтік практика, сұрақ қою. Мен қай жерде тоқтап тұрмын? Менің өмірімде не нәрсе қайталанып жатыр? Қай жерде мен емес, менің қалауым емес, мені басқа факторлар, басқа сценарийлер, басқа адамның ойлары тоқтатып тұрғандай сезінем. Жазу керек. Осы менің шешімім, осы қалауым шынымен менің қалауым ба, әлде басқа бір қоғамның танып берген үлгісі ма? Бұл бағдарламаның, бұл сценарийдің менің өмірімде қайталанып жатқан баянсыз махаббат, қарыз, кредит, ақша жоқ бола беруі кімнің сценарийі? Әке-шешенің ба? Көрген киноларымның ба? Или өзімнің жалған ойларымның сценарийі ма? Не бұл деп сұрақ қою керек. Барлық жауап сіздің ішіңізде. Қазір мен өзімнің бағдарламаларымды, өзімнің шектеу ойларымды айтып, олардың маған қайда келгенін айтсам, ол менің ғана практикам. Ол әркімнің ситуациялар, өмірлік жағдайы әртүрлі. Мендегі шектеулер сізде бар деген сөз емес. Мендегі сценарийлер сізде қайталанып жатыр деген сөз емес. Енді қараңыз, менің осы қалағаныма жетсем не болуы мүмкін? Яғни мен қорқам, қорқыныш сезімдер. Мен жалғыз қалудан қорқам. Егер менің ақшам көп болса, мен жалғыз қалуым мүмкін. Мен ақшам көп болса, қарыздардан құтылсам, менде жұмыс істеуге деген мотивация болмай қалуы мүмкін деген қорқыныш бар кейбір адамдарда. Соның барлығын табу керек. Маған кім айтты, менің қолымнан келмейді деп. Сізге кім айтты? Мен айттым ғой, менің енем айтты, көбінесе мамамнан естимін деп. Немесе осы күнге дейінгі сіздің опыттарыңыз айтуы мүмкін. Сен уже бірнеше бизнесті бастадың, бәрі сәтсіз болды, енді тағы бір бизнесті ашайын десең, сен сол опыттарыңның нәтижесіне сүйеніп, менде не получится деп отырсың. Өзім туралы қайталана беретін ойлар мені ұстап тұр. Сіз өзіңіз туралы қайталана беретін ойларды анықтайсыз. Сіз көбінесе өзің туралы не ойлайсың? Басқалар білімді, мен білімсізбін. Басқалар қабілетті, мен қабілетсізбін, сондай ой болуы мүмкін ғой. Мен слишком кеш бастадым, немесе мен жасым уже кетіп қалды. Мен уже 40-тан 50-ден асып кеттім, маған поздно. Нейропластика, қайталап айтамын, ми біздің пластичный, кез келген жаста жаңа қабілетті жасай алады. KFC-дің иесі 70 жасында курица бизнесін ашқан.
яғни оның қабілеті 70 жасында ашылды. Сондықтан ешқашан кеш емес. Тәннің сигналдары арқылы шектеулерді табамыз, қалауымызды еске түсіреміз да, соны айтқан кезде тәнді бақылаймыз, не болып жатыр, ішің дірілдеп кетті ма, есінедің ба, көзіңе жас шықты ма, қарсылық сезіндің ба, соның барлығын бақылаймыз да қағазға жазамыз, тәнде не болды. Сондықтан осы әдістерді жасаңыз. Енді тағы да жазбаша практика беремін. Былай сұрақ қоясыз өзіңізге: менің көлік алуыма, немесе менің үй алуыма, немесе менің бизнес бастауыма маған не кедергі, мені не ұстап тұр? И будильникті 5 минутқа қоясыз да, 5 минут тоқтамай жаза бересіз. Импульспен жаза бересіз. Тоқтап, қалам 1 минутта, 1 секундта тыныш болмау керек, прям жаза беру керек ойға келген. Почеркім әдемі емес, дұрыс жазып жатқан жоқпын деген умды өшіріп қойыңыз да, прям сезініп тұрып жаза беріңіз. Не кедергі болуы мүмкін осы қалауыма жетуіме? Бәрін тізіп жазып шығыңыз. 5 минут өткеннен кейін сіз уже біраз нәрсе жазып тастайсыз, соны қарап оқыңыз. Сол кезде сіз шынайы не ұстап тұрғанын анықтайсыз. Сіздің алдыға жылжымауыңызға не кедергі екен ешкім, сізден басқа ешкім анық айта алмайды. Қанша психологқа бара бер, қанша коучқа бара бер, ол бәрібір саған не сезіп тұрсың деп неше түрлі сұрақтар қойып, жауапты сенің ішіңнен шығарады. Негізі психолог саған кеңес бермейді. Психолог саған шешім ұсынбайды. Психолог сенің ішіңнен өзіңнің мазалайтын сұрақтарыңа жауап тауып беруге көмектеседі. Сағаттап сөйлесіп отырып, жылатады сені, қуантады деген сияқты. Сондықтан барлық жауап өзіңнің ішінде. Сам себе коучинг деген әдіс бар. Ол өзіңе сұрақ қоясың, өзіңе сұрақтың жауабын тез импульспен жазып шығасың. Сол кезде сенің ішіңдегі қалауың шығады. Біздің жүрегіміз алдамайды еш уақытта. Біздің ішімізде жауап бар. Сол жауапты сыртқа шығара беру керек. Сондықтан келесі сабақта кездескенше.